Әкрамның басынан кешкендері. Адамның басы Алланың добы деген баршаға мәлім. Біреудің басынан көбінесе ыңғайсыз жағдайлар өте қалса, осы сөздерді жұбаныш ретінде айтатын бұлтартпас қағида бар. Өйткені жаратқан иені пір тұтып, оған жан-тәнімен табынатын адам деген ардақты атқа ие жұмыр басты пенденің сенімі де, ақылшысы да осы Алла тағала екені даусыз. Алайда кейбір сәттерде оған табыну түгіл, оның бар жоғын да ұмытып кететін жағдайлар, бұл ақ пен қарасы мол, қызығы мен шыжығы да шаш етектен, қым-қиғаш тірлікте молынан кездесіп жататын жоққа шығаруға болмас. Өйткені аз басыңды Алланың добы деп қаншама есептесең де, сол басты көтеріп жүрген адам ғана өзінің табиғат сыйлаған негізгі мүшеңе не істесем десе де, қайда бұрам десе де өз еркі. Ал сенімділік жоқ жерде құдіретті күшке табынғаннан, оның жалпы әлемге таратып отырған нұр сәулесінен нәр алуға құштарланбаған адам ғана өз мүддесін, қарабасының қарахан тіршілігін көздеп, өз дегенін жасайды. Сананы шайтан билеген кезде сол Әзәзіл Алланың қағидасын жүзеге асырып тұратын періштені ығыстырып шығарып тастаған сәтте, жаратқан иенің құзырындағы игілікті істерден біржолата бас тартып, адам тек қана жын шайтанның иелігіне өтіп, оған түгелдей 12 мүшесін тәуелдетеді. Әрине Алланың саналы адам баласына жолдаған хикметтерін бәрін жүзеге асыру да мүмкін емес. Бірақ ақиқаттың ақ жолынан тайғысы келмеген жоғары сана иесінің аз да болса негізгілерін жүзеге асырып отыру аса қиыншылық туғызбаса керек. Әкрам соңғы кездерде Құранда айтылған қағидаларға ден қойып, оларды сана елегінен өткізіп шыққан соң, олай-олай жоғарыдағы қорытындыларға еріксіз жүгінген. Орда бұзар 30-дан асқан аяқ қолы балғадай, өң десең өң бар, жүзінен қаны тамып кезінде талай қыз келіншектерді тамсандырған, тепсе темір үзетін қарулы жігіттің қазіргі қал ахуалы адам танымастай өзгерген. Сол бір кездегі көмірдей бұйра шашы түлеген, қанденнің жүніндей ұйпа-тұйпа болған, әдемі қара торы жүзі солғындалып, маңдайына шиыр-шиыр әжім түскен, көзінің астыда бір қазаның балапанның жем сауытындай салбырап кеткен. Әкрам орнынан тұрып көпке дейін алдына жоламаған айнадай өз бейнесін тамашалап біраз тұрды. Сол айнаның оң қапталында өзінің завтехникумда оқып жүргенде кезінде түскен суреті қыстырулы болатын. Бір адамның екі бейнесі аспан мен жерде екен. Арада 10 жыл өтті ме өтпеді ме, әйтеуір бұған ой жүгірткен Әкрам болмады. Айнадағы шал бейнесін көріп шошып кеткені рас еді. Өкінді, іштей намыстанды да, бірақ өкінгеннен не пайда, болар іс болып, бояу сіңген соң. Жоқ болмайды деді ол, өз-өзіне. Ендігі кезде Алланың ақ жолына түсейін. Ойпырмай, осының бәрін жасатып, өмірдің қара түнек тұңғиығына түсірген арақ қой. Әйтпегенде осындай мүсәпірлікке дейін түсермедім. Шайтан мен арақ егіздеп, молдалар да үлкендер де тектен-тек айтпайды екен ғой. Бірақ сол арақты да ше білу керек сияқты. Арақ ішпейтін адам бар ма? Бірақ солардың бәрі мен сияқты әкесінің құны қалғандай салынып ішпейді ғой. Менің құрдастарым, бірге мамандық алып шыққан әріптестерімнің бәрі де қызметте, семьясын бағып, шаруаларын дөңгелетіп, бақытты ғұмыр кешіп отыр. Ал мен болсам, бәрінен де айырылдым. Қатыннан да, баладан да, қызметтен де, жолдас жоралардан да. Енді тек өлу ғана қалды. Түрімді қара, адам шошырлықтай. Ей Алла, анау Құранда жақсылық пен ізгіліктің бәрі де айтылған екен-ау. Мұны қалай білмей келгенмен бейбақ. Ақыл айтатын адам да қалмайды ғой. Әкем де ерте кетті дүниеден. Бір әпкеммен 15-ке шыққанда, екіншісі 17-де басқа ауылдың жігіттеріне тұрмысқа шығып кетті. Әкем тірі кезінде жалғыз ұлым деп қалай еркелетуші еді. Сол еркеліктің де пайдасынан зияны көп пе деймін. Ағайын туыс жиналып, басымды құрап, енді анаңа бас көз бол деп сенім артып баталарын берді. Сол сенімді ақтай алмадым. Бәрі де әкемнің қара шаңырағынан безіп тынды. Енді міне, соқайған кәрі шешеммен бір өзім ғана қалдым. Шешем де менімен алысып шаршады. Тіпті далаға сүйретіліп әрең шығады. Ертең ол кісінің көзі тайса не істемекпін? Жан сақтап отырғанымыз 5-6 мал мен сол кісінің пенсиясы ғой. Біраз малымыз бар еді. Көбісін сатып ішіп тастадым. Сондағы мақсатыма жеткенім ғане? Жоқ, ендігәрі олай болмайды. Тіпті ел жұрттан шығып, жек көрінішті болғаным, сондай ақыл айтып тоқта дейтін адамды табылмай қалды. Әлде біраз өмірім алда сияқты.
бәлкім Құранда айтылғандарды іске асырып, ел қатарына қосылсам, тайған бағым орнына келер ме еді? Айна алдында қиял құшағында тұрған Әкрамның жанарлары жоғарылап барып, қабырғадағы көне кілемнің жоғары тұсына ілінген әкесінің үлкен суретіне түсті. Бұл портретке де тіктеп қарамағанына қанша жыл өтті. Қазір ғана назар салды. Бір дүлей күш мойнын солай қарай бұрғызғаны анық еді. Екі көзі жасаурап, әкесінен өзінің талай уақыттан бергі берекес тірлігі үшін ішінен көбіріліп кешірім өтінгендей болды. Аруақтың да осы сәтте сыбырлай тіл қатқаны Әкрамның құлағына еміс-еміс естіліп жатқандай әсер қалдырды. Балам, мен сені осы шаңырақтың иесі болып, өзімнің атымды өшірмей, ұрпағымды жалғастырады деп үміт артып едім. Кішкентай кезіңде қалағаныңды алып беріп, ешкімнен кем өсірмей, күш-қуатымды аямадым. Сол еңбегімнің жемісі қайда? Неге осыншама санасыз болдың? Арақта ата-бабаңның құны бар ма? Қалған жалғыз шешеңді тірідей көрге тығып жүрсің. Адамдық қасиеттен бір жолата айырылып бара жатырсың. Көрде жат, менің өзім тыныш таба алмай жатырмын. Не боп барасың, жарқыным? Сен ренжітіп, сенен зиян көрген адамның бәрі мені боқтайды, келемеждейді. О дүниеде жатсам да сенен тарығып шаршап жүрмін. Түсіңе кіріп бірнеше рет аянда бердім. Бірақ оған құлақ асқан сен болмадың. Шешеңнің түсіне де ендім. О бейбақтың саған күші қайдан жетсін? Шырылдап, у жұтқызып әлі күнге дейін келе жатырсың. Сен дүниеге келгенде айымыз оңынан туғандай қандай қуанып едік десеңші. Енді саған не болды? Басқаға жасаған ешбір жамандығым жоқ еді. Сен жаратқан иеге құлшылық жасап, соның адал жолына түсуге ниетіңді білдіруге құлықсызсың. Мен өлсем, Құдайдың ауруынан өлдім. Ал сен болсаң шайтанның жынды суынан менің қасыма келейін деп жүрсің. Бірақ маған келетін болсаң арың таза, жаның кіршіксіз, бойыңды шайтан билеп келмесін. Бір өкінішті сол, ұрпағымды туған шаңырақтарында тәрбиелеп, бағып қаға алмадық. Үйден аластап қаңғытып жібердің. Әлде ақыл есің орында ғой, ойлан балам. Мені пір тұтпай-ақ қой, бірақ жаратқан иенің Алла тағаланың бар екенін ұмытпа. Осы қапас қалпыңнан бір сүйреп шығарса, рахымы түскен Құдай ғана сені қайтадан адам қалпына келтіреді. Әлі де кешікпей тұрғаныңда Алланың талабын орында балам. Әкрам әкесінің сыбырлай айтқан сөздерін ап-анық естігендей болды. Тағы да алдындағы айнаға көз жіберіп еді. Қазіргі сәтте өзінен өз жеркене түсіп, әкесінің сыбырынан ұялғандай, кейін шегіншептек төсегіне келіп жатты. Ауыз бөлмеде жатқан шешесінің жөткірінгенін естіген соң, тіпті ішкі дүниесін бір нәрсе оңдырмай қарып өткендей болды. Рас, арақты тастап адан қалпына енбесе болмайды. Тіпті көрде жатқан әкем де менің істеген ісіме қатты ренжулі екен. Әкрам көздері боталаған сүп сүйкімді бүлдіршіндерін көз алдына келді. Ана бір жолы маймылға таяу сықыпты әкелерін көргенде, екеуі де келіп құшақтай алудың орнына жым-пері көргендей тым тырақай қашқан. Әйелі де қабағын түйе қарап, бұған жылы лебіз білдірмеген соң, ыңғайсыз жағдайға кетуге мәжбүр болған еді. Сол күні арақ ішпеген, бірақ сап-сау болса да, осқынсыз жүзінен адам түгіл аң шошитындай халде болатын. Рас-ау, мен шынында да не болып бара жатырмын өзі. Әкрам жастығының астындағы қазақша аударылған Құран кітапты алып, шиыр-шиыр алақанымен мұқабасын сипап қойды. Қой, бұл тірлігім болмас. Өлі тірінің барлығы да менің істеп жүрген қылығыма, жағымсыз іс-әрекетіме қарсы екен. Онымен қоймай денсаулығым да сыр бере бастады. Бүйрегім шаншып, түсіме жын-шайтан жиі кіретін болды. Тіпті соңғы кезде анам да айқайлап, бүйтіп өмір сүргенше өлгенің артық деп ашу шақыратын шығарды. Жексұрын болып біттім бәріне деп, іштей Құранды бетіне тигізіп қойдым деп ант еткендей болды. Содан соң жарықты өшіріп төсегіне қайта келіп жатып, тағы да қиял құшағына беріліп, өткен өмірін бір сәт көз алдынан өткізді. Соңғы 2-3 жылдың көлемінде басынан өткізген бірнеше оқиғаны есіне алды. Қыс ортасы болатын, өзінің бөтелкелес досының үйінде жынды суды сіміріп, 3 досы әлденені әңгіме етіп, үйді азан-қазан бастарына көтеріп көпке дейін дамыл таппады. Үй иесінің әйелінің болды, бітті қайтыңдар үйлеріңе деген ешкімде құлақтарына аспай, арақты сіміріп отырған 3 дос ақыр аяғы 3-ші достың машинасымен Шұбарталдағы үйілі маядан шөп ұрлайтын болып келісті. Оны осыдан ондаған шақырым жердегі бір ауылға апарып сатып, ақшасын қалталарына қылдай бөлісіп салып алатындай болып уағдаласқан. Бұл мақсатты көздеген Әкрам еді.
Қызып алған соң досын сынамаққа намысына жиі жөрткен. Ол да бір қызба мінез, сен тұр, мен айтайынның өзі екен. Жоқ, сен бара алмайсың, қорқақсың деп Әкрам сөзбен тілгілеп, шопырды пышақ қайрағандай батылдыққа жұмылдырып, шайтанның жетегіне іліп жібергендей болды. Ал бәстесейік деп шопыр алақанын ұсынды. Егер барсам сен маған бір жәшік жарты қоясың, ал егер бармасам сол арақты мен қоямын. Осыған шыдайсың ба? Ішіп алған соң буырқанған дарияны бұлақ құрлы көрмейтін Әкрам да желігіп кетті. Жалпақ алақанын шопырдың ұсынған қолына екпіндей әкеліп сарт еткізді. Ал сен айыр, куә боласың деп Әкрам арақ тұмшалаған бозғыл көздерін үшінші жігітке иесіне қаратты. Ол да тек тұрмаса керек. Ер жігіттердің екі сөйлеген өлген деп алақанның қырымен түйіскен екі қолдың ортасынан бір ұрып ажыратты. Ал енді кеттік. Машинаңды оталдыр. Жақын жердегі маяға 15-20 минутта жетеміз. Шөп сендерден, айыр менен болсын. Төсегінде болып жатқан әңгіменің барлығын тыңдап жатқан әйелінің қарсы болғанын құлағына дәлместен үй иесі оларға ілесіп, біраздан соң үшеуде бір кабинаға сығылса жайғасып, шұбартал қайдасың деп жөнеп берген. Айсыз қараңғы түнді машинаның қос жарығы тілгілеп, машинада жолда кездесетін ой шұңқырларды елең қылмай тамыз айында үйілген үлкен маяға таяп келді. Бас газды аяйсың ба деп Әкрамды шопырды қамшылап дегбір таптыртпай алға шыртуда. Ей жігіттер, келуін келіп қалдық қой, ертеңгі күні ұсталып қалсақ ел бетіне қалай қараймыз деді. Есі кіре бастаған үшінші жігіт. Бұрын мұндай жорыққа шығып көрмеген басы шынында да сасайын деген сияқты. Бірақ Әкрам мас, көзбен оны да тұқырып алды. Ішіп алғанда есі ақылын ұмытып кететін ол, қасындағы серіктеріне бір жәшік арақ қоятынын да ұмытып кеткендей. Сайран дала, самал жел, төрт түлігі сай өрісі кең Әкрам айтылған сөзін иесінің мықынынан түртіп, даусын көтере сөйледі. Сен немене өзі? Бәсімізге өзің куә болып, енді өзің айнайын дедің бе? Әлде қатыныңнан қорқып отырсың ба? Әкрамның ішіп алса ештеңеден тайынбайтын мінезін білетін ол іш тарта сөйледі. Жоқ, біреу-міреуге ұсталып қаламыз ба дегенім ғой. Ондай болса басында бізге неге ердің? Әкрам даусын көтеріп келе жатыр еді, сөзге шопыр араласты. Әй Әкіш, бәрі де дұрыс болады. Қайтесің сөзді қоздырып? Маған сенсең болды емес пе деп шопыр бөтелкелес досының құйрығына көпшік қоя сөйледі. Шынында да сенікі қызық екен. Енді маяға таяп қалғанда басқаша әндете бастағаның не? Болмайды ғой, жігіттікке жатпайды. Шопыр қасында отырған серігіне қарай берем дегенде ГАЗ-53 машинасы екпінімен келе жатып, бұрылма жолдан кюветке ауып кете жаздады. Егер рульді дереу бұра қоймағанда, ауыр көліктің оң жақ бүйіріне ауып кетуі мүмкін еді. Міне саған сөйлесеміз деп аударылып қала жаздадық. Енді маяға жеткенше тыныш отырайықшы деп Әкрам да есі кірген адамша сыпайы сөйлеуге тырысты. Шұбартал жайылымның жап-жасыл көгалы қазіргі сәтте ақ көрпеге оранып, көз жетпейтін ақшыл алаңға айналған. Қарын жел ұшырып, андыздап тастаған кейбір жерлері ғана күңіреніп, мұхиттың әрбір жеріне орналасқан ойдым-ойдым аралдарына көбірек ұсайды. Мұнда жазда шөп дайындайтын 3-4 қос отырған. Осы келе жатқан үшеуі бір қоста болып, шөпті бірге жабысқан, маяны бірге үйіскен. Міне көз ұшынан қарауытып, мен мұндамын дегенде сол мая көздеріне жыл ұшырай кетті. Келіп қалдық. Әй сен жаңағы ішіп отырған сусыныңнан бірдеңе қыстыра келген жоқсың ба деп Әкрам қасындағы серігіне қарады. Неге қыстырмайын? Алдым біреуін деп серігі шолақ тонның кеуде тұсын басып қойды. Ой азамат, міне енді адам қалпына келдің деп қуанып кеткен Әкрам досының иығынан қағып қойды. Содан соң алдындағы машинаның қалтасынан не бар екен дегендей ашып қарап қойды. Сондағы дорбаның ішінде 3-4 жапырақ нан, 5-6 турам қойдың майы бар екен. Міне закускамыз да стакандарымыз да даяр екен. Давай для храбрости деп шөптиярдың алдында 100 грамнан қағып алайық деп Әкрам достарына ақыл қосты. Иә, онсыз болмайды ғой. Кірер ауыздағы сырғауылдар алынып машина мая орналасқан қораның ішіне енді. Бұрында бірнеше рет шөп тиелген маяның оң жақ бүйірі үңірейіп ішіне кіре бастаған екен. Шопыр көлігін ыңғайлап әкеліп сол жерге тоқтады. Үш дос айырларын дайындап машинаның жарығын жағып өздері сол жарықтың алдына келіп жайғасты. Ал енді 100 грамнан тартып алайық та іске кірісейік деп Әкрам андағыңды әкел дегендей досына иек қақты. Бірақ бір ішілген арақ
Аяғына жетпей тынсынба. Сөт пісірім уақытта бос бөтелке домалап жерде жатты. Әкрам машинаның қорабына шығып, ана екеуінің лақтырған шөбін қабылдап жаймен орналасып тұрды. Аккумуляторға қосылған ұзартқыш жарық айналаны әжептәуір жарыққа бөлеп тұр. Әкрамның уақыт өткен сайын көзі ұлдырап, буыны босай бастады. Дегенмен іштей намыстанып, достарына сыр білдіргісі келмеді. Егер ондай қылық танытса, анау жердегі екеуі бірігіп, өзін мазақтайтындай көрінді. Шөп қорап деңгейінен бір құлаштай жоғарылаған сәтте Әкрамның бойынан әл кетіп, шатқаяқтап барып денесін билеуге мұршасы келмей, басынан төмен қарай шаншыла құлады. Қап айтып едім ғой жаңа, өлді анау деп, үшінші жігіттің үрейі ұшып, жерде сұлап жатқан досының қасына жүгіріп келді. Іле шопырда келіп жетті. Абырой болғанда Әкрам қара жерге емес, қасат қардың үстіне құлапты. Соның өзінде жел үрлеп, сірестіріп тастаған қара әжептәуір қатты екен. 3-4 метр биіктіктен құлаған оңай болсын ба? Әкрам сұлық жатыр. Даусы да естілер-естілмес сыбырлайды. Ойбай басым, анау екеуінің тікбі дегбірлері қашты. Екеуі достарын көтеріп әкеліп жұмсақ шөптің үстіне жатқызды. Қой шөбі бар болсын, мына тиеген шөпті қайтадан түсіріп, больницаға мынаны тез жеткізейік. Аяқ астынан бірдеңе болып кетсе, екеуміз де сотталамыз. Екеуі тиелген шөпті қайтадан төмен лақтырып, түбіне біразын қалдырып, екеулеп жүріп оған Әкрамды орналастырып, біреу сол досының қасында қалып шопыр машинаға от алдыртып, келген жағына қарай зырлай жөнелді. Тіпті қораның аузын жабуға мұршалары болған жоқ. Миы шайқалған Әкрам ауруханада 10 шақты күн жатып әзер шықты. Бірақ осының бәріне де арақтың кінәсі бар екеніне, осыдан кейін де ол ой жүгіртіп, қорытынды шығарған жоқ еді. Облыс орталығындағы 4 қабатты қонақ үй алыстағы шалғай ауданнан келетін меймандардың бас қосатын орны. Әйтеуір осында жолаушылап кетті деген адамды іздеген пенделер оны міндетті түрде осы үйдің көп бөлмелерінің бірінен табатындары көптен бері белгілі жай. Біреу келіп, енді бірі кетіп жататын құмырсқаның елеуіне айналған мейманханада мемлекетке мал тапсыру науқанын бітіріп, ауылға кетіп бара жатқан Әкрам таныс біреуді кездестіріп, біткен шаруаны жуып тастау ниетімен осы жерге ат басын тіреген еді. Орын алып 3-ші қабатқа көтеріле берген сол екен, алдынан арақ иісі мүңкіген 2 жігіт кездесе кетті. О бар болғыр, кезінде зоотехникумда бірге оқыған нөкерлерін ол бірден таныды. Төс қағыстырып сәлемдескеннен соң, әлгілер қайта бұрылып, Әкрамды орналастыруға мұршасын келтірмей, өз бөлмелеріне қолтықтай жөнелді. 5-6 күн бойы кенезесі кеуіп жынды суды сағынып жүрген Әкрамға жүгенге жүргем ілінгендей-ақ әсер етті. Аналардың сақтаған бір жартылығы бар екен. Әкрамның 2 көзі мөлдір суды көрісімен-ақ жайнап кетті. Қайда кетіп барасын деп сұрады көзілдірікті тапал бойлы біреуі. Мал өткізіп кетіп барам. О, келгенің қандай жақсы болды. Оқу бітіргенімізге де 1 жыл болып қалған екен деп, 2 көзі сығырайған, бетінде тыртығы бар. Екіншісі бөтелкенің аузын ашып стақандарға арақ құя бастады. Ал енді кездесуімізді жуып жіберейік. Жолдастарың қайда? Жалғыз жүрсің ғой. Олар ауылға кетіп қалды. Мен сендерді кездестіріп қалам ба деп, осылай қарай бұрылдым деп, Әкрам қалжыңдай жымиды. О, маладес, біз де біреуді кездестіреміз бе деп, тосып жүрміз деп, көзілдірікті әріптесі қарқылдай күлді. Коля, біздің жолымыз болғыш екен, ә? Ой, айтпа, мынандай досты кездестірудің өзі бір жартылай бақыт қой. Үшеу өткен кеткенді айтысып, бір шөлмек арақты аяғына дейін жеткізді. Анау екеуі бұрында шалаңғырт болатын. Оның үстіне тағы да бірер рюмка қосылған соң тіпті қыза бастады. Ал енді не істейміз деп тыртық бет әріптесі Әкрамға бір бос бөтелкеге бір жалтақтай қарады. Оның да күтіп отырғаны осы еді. Арақ жайлай бастаған асқазаны қызып, не бір батылдыққа шақырып тұрғандай әсер етті. Қалтасындағы біраз ақшасын алақанмен басып, Әкрам орнынан тұрды. Жігіттер, мен де мына кездесуді жуып жіберейін. Бірақ мен әлі орын алған жоқ едім. Солда сөз бе? Болмай бара жатса бізбен бірге жата саласын деп, көзілдірікті Әкрамның айтқанын құптай кетті. Қыстың қысқа күні әлдеқашан ұясына қонып қараңғы қоюлана бастаған екен. Қонақ үйдің алдындағы алаң жақтан түскен жарықтардың әсерінен күндізгідей жап-жарық болып тұр. Бұл қаланың орталығы. Сол жақта кинотеатр алаңының оң жақ қапталында өнеркәсіп дүкені бар. Мейрамханадан туп-тура қарсы бетте бері қарай қолын созған Ленин ескерткіші мен мұндалап әркімге жол сілтеп тұрған сияқты. Әкрам тоқтап бір сәт ойланып қалды. Қай дүкенге барсам екен?
Ақыры өзі білетін қаланың орталық көшесінің бойында орналасқан театрдың арғы жағындағы сағат түнгі 10-ға дейін жұмыс істейтін гастрономға тартты. Дүкеннің арақ-шарап сататын бөлімде кезекте тұрған адамда қисап жоқ екен. Соңынан кезек алғаннан соң таныс біреу кездесіп қалмас па екен деп тұрған қара нөпір адамдардың әрбіреуінің жүзіне зер сала қарап ілгері жылжып келеді. Өңшең бір өз танымайтын, арақ десе ішкен асын жерге қоятын белгісіз біреулер екен. Ақыры өзі танитын ешкімді кездестіре алмады. Кезексіз қыстырылып барып кіріп кетсем бе екен. Анталаған қасқыр реушті немелер ол ондай қадам жасай қалса түтіп жеп қоятын сезген Акрам еріксіз өзі алып қойған кезегіне қарай кейін шегінді. Бәрі де оспандар. Бірінің қылығын бір аңдып, сүйенерге қара таба алмай тұрған жандар. Көбісі 30 бен 50-дің арасындағы еркектер. Акрамнан кейін де 4-5 адам кезекте тұрып үлгеріпті. Кезек ұстап кеткеніне де шүкіршілік. Орнына тұра берем дегенде соңында тұрған біреулер айқай салды. «Ей, қайда қыстырылып барасын?» Алдындағы жігіт мұның кезекте тұрғанын растамағанда, соңындағылар оны лақтырып тастауы да мүмкін еді. Әйтеуір есі кіріп, жан шыққанда бір қолға тиісті 2 бөтелке арақты араға 1 сағаттай уақыт салып, ақыры алып шықты-ау. Түн қараңғылығы тіпті қоюлана бастапты. Акрам келген жолмен кері қайтып келеді. Жолшыбай оған бір ой сап ете түсті. Анау иттердің ішіп алса мінездер сұмдық жаман. Олардың ЗФ-да оқып жүргенде талай көріп едім. Осы бөтелкенің біреуін ана жолдағы скверттегі отырғыштардың жарық түспейтін қараңғы жеріне орналасқан біреуіне отырып аузынан тартып алсам бекен. Көп ұзамай осы оймен келісті. Сол анау Ленин ескерткішіне таяу жердегі жан-жағын дәу ағаштар қоршаған ағаш отырғышқа келіп жайғасты. Әлгі екеуін кездестіріп қалам ба дегендей жан-жағына алақтай қарап, ақыры біреуінің тығынын ырғап-жырғап тісімен жұлып алды да бір-екі рет ұрттап жіберді. Мұздай арақ қойсын ба, бүкіл іш құрылысын өртеп бара жатқандай әсер қалдырды. Бөтелкенің аузынан ішкен тіпті жаман екен. Бір сәт есеңгіреп барып, содан соң өзінің далада отырған сезгендей есін тез жинап алды. Жанарлары бұлдырап, барша денесінен қуат кеткендей әлсіз күй кешті. Бірақ ес-ақылы әзірше орында еді. Тағы да Лениннің тас мүсініне біраз қарап отырған соң, қасына қойған бөтелкесін ала бергенде біреу ту сыртынан келіп иығынан қаққандай болды. Жүрегі су ете түсті. Әлгі бәлелер аңдып жүріп келіп қалды екен. Жалт қарады. Көзіне ілінгені милиция фуражкасы. Екі көзін ежірейте біреу өзіне төніп қарап тұр екен. Жанарын тайдырып әкете берген сол еді. Оның қасында тұрған тағы да сондай біреуі көз шалды. О, құда, енді не істедім? Акрамның шынымен-ақ зәресі ұшайын деді. Күн көсемінің жанында арақ ішу деген не масқара? Әй азамат, мұнда не істеп отырсың? Акрамда үн жоқ. Не істеп отырғанын олар да көріп тұр ғой. Біреуі қолтығындағы бөтелкені жұлып алды. Азамат, қоғамдық орында арақ ішуге болмайтынын білесіз ғой. Акрам тағы да үнсіз. Тілі байланып қалғандай ақ. Мына масты айықтырғышқа апарамыз. Ленин ескерткішінің қасында неге арақ ішкенін сонда түсіндіреді. Машинаның уазигі лезде гүрілдетіп жетіп келді де, Акрамды нысаналы жерге ала жөнелді. Акрамға табалдырығын алғаш рет аттаған бұл мекеменің сұрқы тіпті жаман көрінді. Киімдерін тінтіп денсаулығын тексеріп, хаттама толтырған соң аяғын шалыс басып келе жатқан оны кезекші милиционер бір темір есікті кілтімен ашып, ішіне кіргізіп жіберді. 5 төсектің біреуі бос екен. 4-еуінде 4 маскүнем жатыр. Бөлмейсі мұрныңды жарады. Біреуі тіпті төсегінің жанына құсып та жіберіпті. Құдайды аузына сирек алатын Акрамның осы сәтте ғана жаратқан иенің аты жиі-жиі орала берді. Құдай-ау, мұнымды көрсе жұрт не дейді? Не бетіммен ел бетіне қараймын? Оның есі бірте-бірте кіре бастады. Жалынып жалбарынып көрсем бе? Анау Ленин ескерткішінің қасында отырып, арақ ішкенім үшін соттап жіберер ме екен? Бірақ ешкіммен байланысып, бұзақылық жасаған жоқ едім. Акрамның жүрегі айнып құсқысы келді. Есік алдында осындайға арналған құты бар екен. Екпіндей келген зәрлі дүниеге ие болып үлгермеген ол, жолай бүркіп жібергенін өзі де сезбей қалды. Оң жақтағы төсекте жатқан еңгезердей шикіл сары біреу орнынан атып тұрды. Ей шошқа, мынауың не? Сенделер мұнда аз болғандай, деп жуан жұдырығымен шықшытынан қойып жіберді. Акрам еденге етпеттей құлады. Оған қарсы ұшуға да дәрмен жоқ еді. Орнынан тұрған соң әлгі шикіл сарыз қолына шүберек ұстатып, бүкіл бөлмені сүрткізіп шықты. Мұндайды көрмеген оның басы айналып, көзі қарауытты. Әйтеуір ертеңіне айыппұлды төлеттіріп,
Әкрамды дегізіп шығарып жіберген еді. Ол сотталмай осындаймен құтылғанына қуанды. Бір ауылдасының бүгін кешке той болады дегенде естіп, Әкрам әкесі 40 жылдың қырғыннан оралғандай қуанғаннан төбесі көкке сәл жетпей-ақ қалды. Арақ ішуге сылтау таба алмай жүрген оған сондай бір олжаны біреу аяқ астынан көктен түсіргендей әсер еткен. Шақыру билетін де әкеліп берген екен. Той десе қу бас домалайды дегендей, мұндай жиынды өзі сияқтылардың бәрі де жек көрмейтіндері бір жаратқанға аян. Кейде тәп-тәуір басталған тойдың аяғы айқай-шу төбелес ырду-дырдумен аяқталатын сирек кездесетін жайт емес. Біреудің есіне анау түседі, енді біреуінің ойына екіншісінің анау бір кездерде оны ренжіткен оралады. Әйтеуір ерегісейін деп ішіп алған адамға желеу де көп. Осы жолы күйеуі бір нәрсеге ұшырап қалама деген сақтықпен Әкрамды тойға әйелінің өзі қолтықтап барған еді. Әп-сәтте жынды судан бастаған ол әйелінің аузын қағып тыйым салғанында санасына алған жоқ. Бұған қараған әйелі болған жоқ. Күйеуін дедектетіп үйлеріне алып келді. Соңғы кездерде арақ басына тез шабатын болып жүр. 100 грамм ішсе болды, екі жанары бұлдырап, жүзі күңіреніп сала береді. Осыдан кейін бет албат сөздерге ерік береді. Масайып аузына не келсе соны көкіп отыратын адамды қандай пенде жақсы көрсін. Әрі берден соң жексұрындық аттап хайуандыққа айналады. Мүскіні де далаға сүйреп тастайды, немесе құлақ шекеден қонжитып, өзіне тиісті сыбағасын беріп тынады. Осыдан кейін әйелмен 2-3 рет ажырасып, балалары үшін қайта қосылған Әкрамға әлі де оған қарай бағымдайтын ақыл жетпей-ақ жүр. Сау болса жетер еді, бірақ миын ақыл есін улап, ойын торлап жүрген жынды су бір мезгілде-ақ бәрінде шайып кетіп жүрген жайы бар. Міне осы жолда Әкрам өзінің ежелгі әніне қайыра басты. Әй сен, мені неге үйге ерте әкелдің? Әлі де біраз уақыт отыра берер едім. Әкеңнің дастарханы емес қой деп тілі күрмеле сөйледі. Болды енді, жатып демал деп әйелі төсекке икемдей бастап еді. Әкрам мә саған жат деп әйелінің бетінен шапалақпен шарт еткізді. Сен немене, елдің арағымен мені аяйын деп тұрсың ба? Көрсетейін мен саған деп қайыра ұшып келе жатыр еді. Әйел кеудесінен итеріп диванға бірақ құлатты. Алайда Әкрамның мұндайда тынышталатын түрі жоқ. Немесе әйелін ұрады, одан қалып бара жатса, үйдің ішін шашып балаларының берекетін кетіреді. Екі баласы да су жүрек болып біткен. Әкелері мас болып келе жатса, төсек астына басқа да сырт көзге байқаусыз жерлерге тығылыса қалады. Қалып бара жатса, тысқа кетіп көрші үйлерді сағалайды. Әкрам осы жолда бойын әзер билесе де, бош жұдырығымен сырт айналған келіншегінің артынан келіп, құлақ тұсынан тағы да ұрып жіберді. Ей, мына қояншық өлтіреме, сені енді кешіргенім жетеді, су түбіне жіберем. Егер олай етпесем атын өшсін деп, ашуға булыққан келіншек көшеге атып шықты. Мә жібересің деп, Әкрам әйелінің соңынан қос қолдап қолын шығарды. Әкрамның бүгін шешесі де жоқ болатын. Көрші ауылға төркіндеп кеткен. Анасы болса екпінді сәл саябыр таратушы еді. Қазіргі сәтте өзінен өзі ғана қожайын. Кім келсе де ешкімнен тайынатын емес. Бөлмелерді аралап, кебеже сандықтарды қуыс-қуыстарды ақтарып, арақ іздеп ала сүрді. Бірақ қолына ештеңе ілікпеген соң, өзімен бірге ішіп жүретін досының үйіне қарай бет алуға дайындалып, сыртқа қарай аяқ басқан сол еді. Сырттан ішке қарай екпіндей кірген әйелін көрді. Соңында ауыл әкімшілігін бір қызметкері келе жатыр екен. Әйелінің жүзі түнеріп, ашуға булығып әзер тұр. Айдатыңдар мына алқашты. Өмір бойы көріп келе жатқаным осы. Сүйіп қосылған жарым болған соң талай рет кешірім келдім. Балалардың да мазасын алып бітті. Енді таяқ жеп бет жүзімді үнемі көгертіп жүре алмаймын. Болды, бітті. Әкетіңдер мынаны. Ой, өксіген өмірім-ай деп, әйелі еңіреп жылап жіберді. Мұныңыз не? Ел жұрттан ұялмайсыз ба деп, ауыл әкімшілігінің өкілі сөйлеп келе жатыр еді. Әкрамның қырсығы одан ары ұстап кетті. Менің семьямда не әкеңнің құны бар? Сабасам өз қатыным, сенің не қақың бар? Қақыны біз саған көрсетеміз деп, жігіт те ерегісе қалды. Мә көрсетесің. Әкрамның жұдырығы ауыл өкілінің оң жақ бетіне сарт ете қалды. Ол да қарулы екен. Әкрамды екі бүктеп жерге жатқызып тастады да, әйеліне жіп алдыртып аяқ қолын матап байлап тастады. Қазір біз келгенше шешіп тастамаңыз. Біз оған көрсетеміз. Күйеуіңіз әбден асқынған екен. Аяқ қолы таңулы Әкрам әйеліне қанша жалынғанмен, ол да міз бақпады. Шоқ саған. Бүгін милицияда түнейтін боласың.
Шай қайнатым уақыт өтер өтпестен милицияның машинасы да келіп жетті. Сол жерде шағын алыпты, хаттама толтырылып, Әкрамды аудандық милиция бөліміне жеткізді. Қанша батыл болса да, батырға да жан керек дегендей, Әкрам шынында да қорқайын деді. Бірақ жалынғанмен не пайда? Әйелінің шағымының құзыреті жүріп, ертеңіне оған 15 сөткелік жаза кесілді. Әкімшілік өкілінің ештеңе жазбағанына Әкрам іштей қуанып қалды. Әйтпегенде содан бетер Насырға шауып кетер ме еді. 15 сутка Әкрамға 15 жылдай әсер етті. Осы мерзім ішінде оған бір адам ат ізін салмады. Ол қадірінің кеткенін осыдан ақ бағамдады. Сақал мұрты өсіп, өңі кір қожалақ болған Әкрам мерзімін өтеп үйіне оралған соң қаңыраған бос бөлмені көрді. Қатыны да жоқ. Балалары да әлдеқашан кетіп қалған, үйдің берекесі кетіп жүдеп тұр. Тек анасы ғана іштен шыққан соң жыламсырай қарсы алды. Не болды балам осыншама? Кімнің қарғысына ілініп едің? Ұйып отырған ұямыз бұздың ғой. Сенен рахат көрем бе деген басымды тәрк қылдың. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым деп, ана да еңкілдеп ұзақ жылады. Басқа да көптеген оқиғаларды есіне түсірген Әкрам ендігі сәтте істеген істеріне еріксіз өкінді. Алдағы уақытта арақты қойып, Алланың ақ жолына түсуге іштей ант етті. Ойына анау-мынау кезде тығып қойған бір бөтелке шарабы түсті. Орнынан тұрып барып, жүкті аяқтың арғы бұрышында тығулы жатқан қыл мойын шарапты алып далаға шықты. Бисмилла рахмани рахим деп, іштей күбірлеп, өзі құблаға қарап, бөтелкені атбайлар шақыға ұрып сындырды. Арағымның осы соңы болсын. Содан соң үйге кіріп, жастығының астындағы Құранды алып, сипап алған соң, өзім біртүрлі жеңіл сезінді. Болашаққа деген сенімі еселеп артқандай болды. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Дәлелбек Батыр.